Salamatsınlar mı balalar? Salamatsızlar. Aman. Samanmada avlulur. Amansın bak kocasın. Amansın bak dostlarım. Amansın bak ustazım. Vakavuzda dastayımız. Sabahımızı bastayımız. Ağlar savattaşında biz neyini үйренеді екенбіз? Әдетер, жазу, Ne okudu, өте жақсы. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай? дауыссыз, Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар қандай текшемен белгілейді екенбіз? Қызыл және көк. Өте жақсы. Ал енді мен сендерге тапсырма бердім. Сол жерде қарап алыңдар мұқият. Әр топта тапсырмалар бар. Ненің суреті және буынға бөлеміз. Кім дайын? Бірінші бастайық. Буынға бөлеміз. Неше буыны? Қандай сурет келді? Қандай? Мұрын. Өте жақсы. Алимұр. Неше буыны? Мирас. Өте жақсы. Үшінші. Буынға бөлеміз. Өте жақсы. Неше буыны? Өте жақсы. Ал балалар, біздер өткен сабағымызда қандай дыбыспен таныстық? Ың дыбысы. Ың дыбысы бізде қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Ың дыбысынан қандай сөздер келеді? Тәмін айта қойшы. Өте жақсы. Енді бүгін біздің жаңа дыбысымыз Г дыбысы. Г. Қайсыны айтылайықшы? Г. Оң қолдардың ғана қайсысы? Сонымен ауада жазамыз. 1, 2. Мен де сендерге соны тақтада көрсетемін, я? Г дыбысын. 1, 2. Енді сендер дәптерлеріңді алып, Г дыбысын жазамыз. Шығамыз. Енді біз Г дыбысын жазып болдық, я, балалар? Енді біз қолымыз шашағансызша тұрып, орнымыздан сергіту жаттығуын жасайық, я? Баян бол. Күркі дейді, күркі, келе шын. Қол сарқанды тоз, күн бағызды біз. Өте жақсы. Енді мен тақтаға сендерден кім сейін ойынын ойнаймыз, я? Тақтада нелер жабыстырып тұр талға? Әріптерді аламыз да қызыл киіз үйге жабыстырамыз дауысты дыбыстар. Ал дауыссыз дыбыстарды көк үйге. Кәмді інжін келе қой. Сол перезат келе қой. Баян келе қой. Келе қой, Мирас.
Қандай әріп? Г әріпі. Келе ғой, Али. Әріптерді алған кезде айтыңдар. Қандай? Қандай? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Дыбыс өте жақсы. Алинұр, тез. Келin. Өте жақсы. Ал балалар енді біз сендермен қандай дыбыспен таныстық? Г дыбысымен. Г дыбысынан қандай сөздер келеді екен? Газет, гүл, ел. Өте жақсы. Енді мен сендерге қазір тағы бір тапсырма беремін. Мен сендерге қазір оқып беремін. Сөздерді сендер дауысты болса қызыл текшені көтересіңдер, дауыссыз болса көк текшені көтересіңдер. Жаңғақ. Қандай дыбыс? Дауыссыз, иә. Айна. Қызыл текше. Алаш. Тасбақа. Дауыссыз дыбыс. Теңіз. Дауыссыз дыбыс. Аңшы. Дауысты дыбыс, иә? Қызыл текше. Және торғай. Өте жақсы. Сонымен балдар, бүгін біз қандай дыбыспен таныстық? Г дыбысымен. Г дыбысына қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Г дыбысынан қандай сөздер келеді? Өте жақсы. Енді балалар, сендерге сабақ бүгін ұнады ма? Сендер стикер жабыстырасыңдар, иә? Ана қалға барып жабыстырыңдар біртіндеп. Балалар, енді біздің сабағымыз аяқталды. Көп рахмет айтамын сіздерге.